Сәлем достар, мен физика пәнінің мұғалімі Бақытқазы Таңнұр. Реактивті қозғалыстарға есептер шығарамыз. Реактивті қозғалыстарға мынандай есептер шығарайық. Зымыранның массасы мен отынның массасының арақатынасы 6-дан 1 бөлігіндей. Және осы зымыранды ұшыруға қажетті газдың жылдамдығы ол 8 метр секунд болса, зымыран қандай жылдамдықта ұшады және қандай биіктікте ұшады деген ұшатынын қарастырайық. Биіктігін табамыз. Зымыран ұшу барысында импульстың сақталу заңы бойынша орындалады. Яғни азайтылған М0 көбейтілген В зымыранның жылдамдығын ол тең болады отынның массасы мен отынның яғни газдың жылдамдығының көбейтіндісіне. Осы формула арқылы зымыранның жылдамдығын таба аламыз. Яғни зымыранның жылдамдығы деп отырғанымыз ол отынның массасы көбейтілген газдың жылдамдығын бөлеміз зымыранның массасына. Есептің алғы шартында бізге зымыранның массасын отынның массасына қатынасы берілген. Ал бірақ бізге есептеу үшін мынау өрнекте көрсетіліп отыр. Оны біз былай табамыз. Зымыранның массасын отынның массасының қатынасы ол 6-дан 1 бөлігіне тең десе, онда керісінше отынның массасы зымыранның массасына қатынасы тең болады 6-ға. Енді осы 6-ны өрнекке алып келейік. Яғни отынның массасы мен зымыранның массасының қатынасы 6-ға тең және оған газдың жылдамдығын көбейтеміз. Демек, зымыранның жылдамдығы деп отырғанымыз 6 көбейтілген газдың жылдамдығы 48 метр секунд болады. Біздің зымыранның жылдамдығы 48 метр секунд болады екен. Ендігі келесі сұрағымыз, осы зымыранның қанша биіктікке көтеріледі? Яғни зымыранның көтерілу биіктігін табамыз. Ашты. Сіздер білесіздер, кинематикада оқығанбыз. Биіктіктің формуласы, яғни жоғары көтерілген жоғары көтерілгендегі биіктіктің формуласы дегеніміз H тең болады V0. Бастапқы жылдамдықты уақытқа көбейтеміз және минус. Себебі ол қозғалыс бағытына қарама-қарсы болғандықтан минус таңбасын алып отырмыз. Және ол жоғары қарай қозғалады, еркін қозғалады деп есептейміз. ЖТ квадрат бөлінген 2. Міне біз осы формула арқылы биіктігін есептей аламыз. Бірақ есептің шартында бізге уақыт берілмеген. Ондай болса, қалай есептейтін едік балалар? Кинематиканы еске түсірейік. Онда соңғы жылдамдықты пайдалануға тура келеді. Соңғы жылдамдық деп отырғанымыз бастапқы жылдамдық азайтылған ЖТ-ға. Осы арқылы бізде соңғы жылдамдық, яғни ең соңғы зымыранның көтерілу биіктігін тап деп отыр. Сондықтан көтерілген кездегі жылдамдығы 0-ге тең. Яғни В соңғы жылдамдығымыз 0 метр секунд болады да, бізде мынау теңдеуіміз мынандай болып өзгереді. Яғни 0 тең болады V0 минус ЖТ. Осы арқылы V0 деп отырғанымыз ЖТ-ға. Осыдан келіп шығады, Т деп отырғанымыз V0-дің қатынасы Ж-ға. Осы тапқан Т-мызды мынау бізге керекті биіктіктің формуласына алып кеп қоямыз. Яғни мынау өрнекте болған Т-ны биіктіктің формуласындағы Т-ның орнына қоямыз.
Енді h тең болады v0 бізде ол бастапқы зымыранның жылдамдығы, және t-ның орнына v0 бөлінген g-ді алып отырмыз, және t квадраттың орнына мынау t квадратымыз қалай болады көрейік. t квадратымыз v0 квадрат бөлінген g квадрат. Яғни g v0 квадрат бөлінген g квадрат бөлімінде 2 барын ұмытпаймыз. Демек, енді осы өрнек арқылы, осы теңдеу арқылы есептейміз. Бұл жерде квадрат болғандықтан бір g-міз қысқарады. Енді осы теңдеуді ары қарай жазайық. h тең болады v0 квадрат бөлінген g азайтылған v0 квадрат. Мынау g-міз бөлшектің астына түседі де 2g-ді береді. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. 2g мен g-дің ортақ бөлімі 2g болады. Демек, біз бірінші өрнекке 2-ні береміз. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 2g. Бұған 2-ні көбейтсек 2 v0 квадрат азайтылған v0 квадрат. Осыдан 2 v0 квадраттан v0 квадрат азайтсақ v0 квадрат болады. v0 квадрат бөлінген 2g. Жаңағы айтып өткендей, v0 квадрат деп отырғанымыз зымыранның алатын жылдамдығы. Оны біз есепті шығару барысында есептеп шығарған болатынбыз. Зымыранның жылдамдығы бізде 48 метр секунд болды. Жазып көрсетейік. V зымыранның квадраты бөлінген 2g. Демек, 48-дің квадратын бөлеміз, g-дің мәнін 10 деп алуымызға болады. 10-ға осыдан 48-дің квадраты 2304-ті бөлеміз 20-ға. Осыдан бөлетін болсақ 115,2 метр шығады. Демек, біздің зымыранның ұшу биіктігі 115,2 метр екен. Осылайша біз зымыранның жылдамдығын және биіктігін есептеп таба аламыз. Енді келесі есепке талдау жасайық. Келесі есепте мынандай берілген. Зымыранның жалпы массасы 1000 килограмм. Жалпы массасын m деп белгілей берейік. Ол 1000 килограмм. Ал осы зымыранның жылдамдығы, ұшу жылдамдығы 171 метр секунд болады. Бізге 2 сатылы зымыран берілген. Бірінші сатыда отын толық жанған кезде бірінші сатысы бөлініп қалады. Ал екінші сатыға келген кезде отын толық жанған кезде белгілі бір жылдамдыққа жеткен кезінде екінші сатымызда бөлініп қалатын болады. Сол кездегі екінші сатының массасы ол 400 килограмм. Оның жылдамдығы 185 метр секунд болады. Бізге осы зымыранның бірінші саты кезіндегі жылдамдығын сұрап отыр. Яғни, біз бірінші сатының жылдамдығын v1 деп белгілейміз және осыны табамыз. Біз білетіндей зымыран ұшқан кезде импульс сақталады. Импульстың сақталу деп отырғанымыз зымыранның массасына зымыранның жылдамдығын көбейтеміз және де бірінші сатының импульсын екінші сатының импульсына қосамыз. Бірінші сатының импульсын бірінші жылдамдыққа және екінші сатының массасын екінші жылдамдыққа көбейтеміз. Бұл импульстың сақталу заңы. Сіздер білетіндей, импульс деп отырғанымыз алғашқы импульсті бастапқы импульспен импульстарының қосындысына тең. Осы арқылы біз зымыранның бірінші сатыдағы жылдамдығын табатын боламыз. Сіздер байқап отырғандай, зымыранның бірінші массасы берілмеген. Оны қалай табуымызға болады? Жалпы зымыранның массасы берілген және екінші сатысының массасы берілген. Яғни зымыранды екі сатыдан тұрады деп есептейтін болсақ,
бірінші саты және екінші саты. Жалпы массасы М болып берілген. Бірінші сатын М1, екінші сатымыз М2. Бұл М1-ді табу үшін онда жалпы массадан екінші сатының массасын азайтсақ шығады. Енді осыны өрнекке қояйық. М1 деп отырғанымыз, жаңағы айтып өткендей, жалпы массадан екінші бөліктің массасын азайтқанға тең. Және В1 қосылған М2, В2. Есептің шартында берілген барлық шамалар біздің осы теңдеуімізге өрнектеліп отыр. Енді бізге табу керек зымыранның бірінші сатыдағы жылдамдығы. Осыны өрнектеп көрейік. Теңдіктің оң жағындағы шаманы теңдіктің сол жағына шығаруымызға болады. Яғни М2, В2 тең болады М2, В1. Біз осы теңдеу арқылы В1 деген физикалық шамамызды өрнектеп алайық. В1 деп отырғанымыз М жалпы массаны көбейтеміз жалпы жылдамдыққа, азайтамыз екінші сатының массасы мен екінші сатының жылдамдығын. Оны бөлеміз жалпы массадан екінші сатының массасын азайтқанға. Енді физикалық шамамыз осылай өрнектелді. Бізге табу керек физикалық шама бірінші сатының жылдамдығы болғандықтан есептің шарты бойынша сандық мәндерін аламыз. Сандық мәндерін алатын болсақ, жалпы массамыз 1000, жалпы жылдамдығымыз 171, азайтамыз. Екінші сатының массасы ол 400 килограмм. Оны көбейтеміз 185 метр секундқа. Және 1000 жалпы массадан азайтамыз 400 килограммды. Енді есептейік. 171 мың азайтамыз 74 мыңға бөлеміз 600. Осыдан шығатын нәтижеміз қандай болады? Шығатын нәтижеміз 97 мыңды бөлеміз 600-ге. Демек 161,16 метр секунд болады екен. Осымен біз зымыранның бірінші сатысының жылдамдығын есептей алдық. Зымыранның бірінші сатысының жылдамдығы тең болады екен 161,16 метр секунд. Біз осы есептер шығару арқылы импульстың сақталу заңын қайталай еске түсірдік және реактивті қозғалыс кезінде импульстың сақталу заңын пайдаланатын білдік. Осымен біз импульстың сақталу заңын пайдалана отырып реактивті қозғалыстарға есептер шығарып көрдік. Біздің тақырыбымыз қызықты болса, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі көріскенше сау болыңыз.